қазақтың киносы қазір дамып келе жатыр деген ойдамын. Дамып келе жатыр ғой, енді бүкіл шетелдіктер бәрі көріп жатыр. Қазақтың жастары негізі жан-жақты дамып келе жатыр да. Мына комедия жанры қатты дамып кетті, енді басқа жанрлар қалып қойды ма деген ой болған, бірақ өткенде 37-ні көргеннен кейін мықты қазір негізі дамып жатыр деп ойдым. хоррор дамып жатыр. Анау комедиялар ол уже біткен. Тренд бітті болды. Сол сияқты мына кинода кеше Запад 37-ні мықты деп ойлағам. Одан да асып түстім мына кино кеше көрген. Мен әлі эмоцияда отырғаннан кейін ба, жаңа құшақтасып мама дегенді көрдім. Басынан бастап бір әртүрлі ойды қатар алып жүріп адамды ұстап отырады екен да, жаңағы 1,5 сағат қалай өтіп кеткенін байқамай қалдық. Басында көре бастаған кезде жаңағы жанұядағы отбасының, әйел мен еркектің проблемасын төңірегінде болады ау деп ойлап солай түсініп отырдық. Өйткені қазір қоғамда да сондай көп қой. Ер адамның отбасындағы құндылығы төмендеп бара жатқан сияқты. Содан кеп ауысады да жаңағы әке-шешесіне өкпе, реніш, мысалы, әр буынның өзінің әке-шешесіне бір реніш бар сияқты ма, анау детский травма деген әңгіме қаптап кетті ғой. Популизм ғой, популизм. Сондай мағынада кетті. Жаңағы бір жағынан қарап отырым, жаңағы ер адамдар жанұяда жаңа жан таласып кішкентай кезінен өсірген кезде сен мықтысың, сен солай істеу керексің, сен ештеңеге қарамау керексің, мойымау керексің деп сөйтіп өсіреді ғой жастайынан. Олар содан кейін жаңа жан таласып ештеңені айтпай, жұмыс басты болып кетіп, мына отбасындағы тәрбиеге мән бермей, сөйтіп алшақтап кетіп жатыр ма деген ойға келіп жатты сол. Содан ары қарай кеткен кезде жаңағы енді ол неден болады деп ойланасың ғой. Мәселелер көп оған. Нақты айтуға қиын, бірақ зерттеу керек оны. Анау әке-шешесінің қандай өмір сүрді, олар білмейді ғой. Әр буын өз заманының қиыншылықтарын ғана көргеннен кейін басқаныкін қабылдау қиын. Әйтпесе кейбір әке-шешелер баласына ұрсып жатады ғой. Сен біз сөйткенбіз, сен қазір осылай түк істемейсің, ондайды көрген жоқсың деп. Ол ешқашан ол бала түсінбейді, өйткені сенің өмірін түсіріп көрген жоқ. Ол рас, қалай көреді, ондай жағдай жоқ енді. Содан жаңа буын аралық түсінбеушілік жаңа отбасындағы содан басталады. Жаңа кинода да соны әкеп көрсетеді. Оның шешесі де жаңа өз ойын айтқан кезде қандай қиыншылықтарын, сондай отбасылық неге әкеледі. Көбіне енді біз қазақта өкпе, реніш деген нәрсені айта бермейді ғой, іште ұстайды. Анау восточный менталитет дейді ғой. Қытайлықтар, жапондықтар, корейлықтар бүкіл соны бізде сол. Анау қазақта айтады ғой, айтылмаған сөздің салмағы ауыр дейді. Өте ауыр. Сол мәселе адамды ішінен жеп, сөйтіп көп жерде кедергі болып атады. Отбасының да бір-біріне суып нетуіне түсінбеушілік, айта алмағаннан, ағайынның арасында да сондай нәрсе болып жатады, бір-біріне өкпесін ашып айта алмайтын. Бірақ неліктен? Сондай сұрақ өте маңызды. Мен ойымша, олар адам тыңдамайды екен ғой негізі. Мен үлкенмін, мен көп білемін деп айтады. Ол рас. Бірақ ол да рас, ол көп білет негізі. Бірақ жаңа заман, ескі заман ойы, сосын анау парадигма мышления дейді ғой. Келмейді. Сосын кішкентай бала жаңа заман оймен, біліммен қабылдамайды оны. Ескі заман ойын. Өйткені ол келмейді, ол түсінеді, бірақ әкесі, анасы оны түсінбейді екен. Ал мынандай нәрсеші, әртүрлі ракурстан қарау керек деп айтады ғой. Соны керек. Насихаттап, адамдарға түсіндірсе, сен мынаның орнынан, мысалы әке-шешенің орнына қойып көр десе, адам қоя ала ма соны? Қоя алмайды. Кейбір кезде қоя алады, бірақ тырысады. Түсінуге тырысу керек қой негізі. Мысалы, мен өзім сөйтіп қоя алғаннан кейін ба, мысалы, мен өзім қазір айтсам күлкілі бір 120 жыл өмір сүріп жатқан адам сияқты сезінемін өзім. Өйткені мен өзім
апам мен атамның әңгімесінен тыңдап, олар өздерінің әке шешесі туралы айтты, сол нәрсені мен бәрі менің өмірім сияқты болып кеткенде, и қазір жүрген кезде мен сол кезбен салыстырасың бүкіл нәрсені. Мынандай жағдай болды, мысалы, өзім бір туысыма әке шешесіне ренжиді. Осындай деп. Мен түсіндірем, оның әке шешенің өмірі мынандай болды, сен оны білмейсің ғой деп. Сөйтсем, алып енді апасы мен атасына ренжиді. Мен одан кейін біраз айналып келгенде жаңағыдай апасы мен атасын кінәлі шығарып отыр. Солар жестко тәрбиелеген, өстіген, ұрған, соққан. Мен одан кейін аналарға апасы мен атасын, енді бір ғой апамыз бен атамыз. Соны түсіндірем. Олардың өмірі өздері әрең тірі қалып, осындай жаңағы совет үкіметі келген кездегі бүкіл қиындықты көріп, әрең неткен. Сондай нәрселер бар да. Бірақ кейбір адамдарға біреуді кінәлау керек. Ол рас, жертва дейді ғой, соны. Жертва болса, жертва болады. Ол не істеймін. Бірақ басқаша істей алмайды. Ол ойы сондай. Біреу кінәлі, мен емес. Біреу кінәлі дейді. Соған енді білімнің әсері бар ма соған? Білімді болса, ол ойлап жаңағыны өзі түсініп алушы еді ғой. Білімсіздіктің әсері болып жатыр да мына жерде. Көп адам білімді, бірақ ойла алмайтын адам, оған ештеңе түсіндіруге болмайды. Өйткені ойы жоқ, бірақ ойы бар, білім аз адам бәрін түсінуге болады. Түсінеді, сосын тырысады түсінуге. Дұрыс. Сол жерде білім ғана емес, адамның өзі туа біткен ой өрісі әсер етеді екен ғой. Өйткені бізге ойлауға үйретпейді ғой. Мектепте үйретпейді, әке, шеше үйретпейді. Мынаны істе, білмейсің бе, мә саған көрсетем. Біліп ал, кет. Бірақ ойлау қабілеті, оны дамыту керек негізі. Оны бізге ешкім үйретпейді негізі. Бірақ баяғы заманда біз ата-бабаларымыз оны үйреткен негізі. Балаларға именно ойлауғы қабілетін үйреткен, білімді емес. Өйткені сол жақта, сол заманда білім негізі аз болды. Өйткені сен мынаны істейсің болды. Негізі көп шаруа болған жоқ қой жақта. Конкретно бір шаруа болды. Мал бағасын, соғысасын, еще тұрмыстық жағдайлар істейсің. Болды ғой. Бірақ одан гөрі еще ойлау қабілетін дамытқан. Ең маңызды сондықтан біздің ата-бабаларымыз сондай керемет болған ғой. Ойлау қабілеті. Қазір Ресей империя, сосын совет үкіметі бүкіл сол ойлау қабілетін жойған ғой. Сен ойлама, айтқанды істе деп жіберген ғой. Инструкция міне. Өйткені ойламай істейтін адам ол құл ғой, негізі нағыз құл. Сол оған бүкілде құлдатқан негізі. Дұрыс. Өстіп жастардан ойын алып түсінуге болады. Мен де ұлым бар, содан өстіп ақылдасамыз ғой, көп нәрсені, содан түсініп жатырмын. Жаңағы киноға қайтып келсем, мысалы, сол жаңағы айта алмайтын өкпе реніш, одан кейін сол өкпе ренішті айтпағаннан кейін күйзелісте жүреді. Одан кейін өсіп бір кезде мүмкін бала шағасы өскеннен кейін бір түсінген кезде уже кеш қалады. Соны дер кезінде айта алмай қалады. Ондай жағдайда ол іште жатып өсе бере ме, сондай бір нәрсесі бар. Сондай өкпе реніштің дер кезінде айтып тастау керек деп ойлаймын да. Осылай жаңағы еш нәрсеге қарамай. Көбі ренжітіп алам ба деп ойлайды. Әр нәрсенің екі жағы бар екен. Мен балама мысалы бәр нәрсені айтып кішкентай кезінен былай әртүрлі үлкен адамның ойланатын нәрсесін ашып беріп отырдым. Анау философиядағыдай былай ма деген сияқты тастап қоям, зернышкасын дейді ғой, жаңағы дән сеуіп қоям. Өсіп келді де қазір маған айтады. Міне қазір 20-дан асты ғой. Сен мені ерте есейтіп жүрдің дейді. Мен өз қатарларының бәрін төмен санап, сөйтіп өзім ең ақылды сондаймын деп өсіп, андай балалық шағым дұрыс өткен жоқ, мен ерте есейіп кеттім дейді. Өйткені мен жаңағыдай ауыр тақырыптарды айтып тастағам ғой. Сонда әр нәрсенің екі жағы бар екен де. Қоғамнан кішкене ой өрісі бар адамдар алшақтайды ғой кез келген ортадан. Мысалы, мен жаңа білім деп айтып отырғаным, жаңағы ойлау қабілетті де үйретуге болатын шығар адамдарға, балаларға мектепте. Соны үйретіп, сондай бір пән бе, қандай бар бізде? Қазақстанда сондай нәрсе бар ма? Сізге бір
мен мысалын айтайын, қалай мен осы ой қабілетін дамытуға келген. Мен кішкентай бойы, кішкентай кезден бастап мультик көріп жүрдім. Сол әке шешем мультик көр, тиіспей маған деп. Солай өмір бақи солай болды. Солай қалды негізі. Сол мультиктарды көріп бір кезде бір мезгіл так вот Наруто сияқты анимелар келген. Мен кішкентаймын, ол маған қызық, мен көрем. Сол анимеларды көріп таң қалдым негізі. Сол анименің ішінде көтерілетін тақырыптар зорға асады негізі. Өйткені философия ана жерде, нағыз философия. Сосын мен үлкен кезім, қазір кезім ойлаймын, мен кеше ойлағам, вот Наруто неге соншама сондай керемет маған әсер берген. Өйткені философия өте там бай произведение ғой. Сосын ойладым, Масаши Кишимото соны шығарған адам ғой, автор. Ол өзі бар анау философия буддизма деген бар. Сол буддизмға қатты кірген ғой негізі. Соған қатты әсер еткен ғой. Сон әсерін осы Нарутоға қарағанда вот философия буддизма прям просачивается прям во всем. Вся философия, оно там прям скомкано. Совокупность всех этих вот идей он прям вложил в персонажей, в историю, во все. Вот это в драму даже неких персонажей. Сондықтан бүкіл көрген адамдар осы Нарутоны таң қалады. Сондай философиялық ой прям шок боласың негізі. Сен 12 жастағы бала анау не деген үлкен философиялық ойды зерттеп жатсың, түсінесің де. Мультфильм арқылы сондай ой қабілетін дамытады осы сол қаламат қой негізі. Сонда енді дұрыс болған ғой саған мультфильм көрсеткен. Бір жағынан. Әр нәрсенің екі жағы бар ғой. Екі жағы бар, иә. Сол. Ал енді Алла тағаланың қазақ жастарының гендік бір ерекшеліктері бар ма? Қалай ойлайсың? Түсінбедім, қандай ерекшелік? Генетический бір талпынысы, қабілеті бар ма? Ерекше қабілеті бар ма? Анау ата-бабалардың енді генмен берілген бір ерекшеліктері келетін шығар, бір қабілетті деген. Әрине, қан су емес қой. Жоқ, енді мысалы басқа ұлттарға қарағанда біз қазақтар қазір неге бәр жерде былай айтқанда хит болып кетті деп айтады ғой. Біз кішкентай кезінен Совет үкіметі құрды, сосын мен 97 жылы туылдым. Осы ауылда өстім, сосын бір поселокқа бардым, сосын Қарағанды қаласына да сол өсіп вот қалай айтсам 16 жаста Қарағандыға келдім. Сол деревенщина деп айтатын бар ғой. Ауыл жігітімін, сол ауыл мәдениетпен өскенмін, сол қалалық анау мәдениетін түсінбеймін. Сол білесіз, осы атаның үйінде өскенмін. Одан гөрі де нағашы атаның үйінде туылды мен негізі. Сондай да жағдай болған. Сол бүкіл осы мәдениетін, осы баяғы мәдениет, атаның мәдениетін, ата-бабалардың мәдениетін көрдік. Бірақ анау жаңағы көрсең қалалық балаларда, оларда ондай мәдениет жоқ. Олар енді өте аз, олар кішкене болды, білесіз, өзінше болып жүреді, анау деревенщина күледі бізге, сондай бір буллинг деп атайды ғой қазір. Сондай болғанда. Ол түк емес, мына қалада өскен балалар, мен өз балаларымнан байқаймын, қалада бітірген. Сенің ой өрісіңді төмен санап, өзін жоғары санап тұрады ғой. Кейде байқап қаласың, енді білдіртпесе де. Сендер не көрдіңдер, ауылдан келдіңдер деген сияқты маған да білініп тұрады. Ал енді менде қаншама опыт бар ғой, енді айтып отырмын ғой, жаңағы апа-аталардың әке-шешесінің историяларына дейін білемін, соның бәрін содан айту бір ой қорытып бір нәрсе түйесің ғой. Мыналар қаладан ғана көріп алған и
өздерін білімдімін, менің ой өрісім жоғары деп санайды да, барып бір нәрсеге ұрынып қалған кезде барып артына қарайды ғой. Қазір интернет бәрі бар, көпті, ерекше көп ақпарат қазір миларына ауыр да шығар ол, оның бәріне. Өте ауыр, мысалы, бірақ бұрынғы кезде оңайлау болды, көп ақпарат жоқ, ми бос, анау флешканың памяті сияқты ғой. Көп нәрсені сол қабілеті болған шығар бұрынғы кісілердің. Қазір уже сыймай жатыр да, перезагружен дейді ғой орысша айтқан кезде. Сіз айтқан сияқты анау общество потребления ғой. Өйткені там үлкен мега корпорациялар осы саған осы қатты зиян келтіреді негізі. Өйткені ол ең маңызды оларға ол пайыз. Ой, табыс пайыз. Табыс қана керек оларға. Сол болды. Сол үшін сені зерттеп, сен не істейсің, қандай сен потребительский привычки дейді. Соны көбейтіп, сен қалай істейсің, қалай ойлайсың, зерттеп, саған сондай бір товар береді. Соны товардан ешқашан қалада қаша алмайсың. Қазір енді сондай заман ғой енді. Ауылда да қазір олар интернет бәрі қосылып жүр, қосылады да. Дамып келе жатыр. Бүкіл ауылдан қалаға көшеді, кішкентай қаладан үлкен қалаға көшеді. Бүкіл сондай миграция, көшпенділік. Әлі көшпенді болып жүрміз дейсің. Иә, әлі көшпенді болып жүрміз. Мынандай сендердің буында қалай ойлайды екенсің? Мысалы, біз көбіне қазақпыз, ата бабамыз осындай деп, сол қазақтың төңірегінде жиналған дұрыс па? Әлде қазір жастардан естеймін, бүкіл адамзат бірдей, бәр адам маған бірдей деген, сол дұрыс па? Екеуі дұрыс. Екеуі де дұрыс па? Екеуі дұрыс, иә. Өйткені адамгершілік, ол Африкада да адамгершілік болу керек. Америка құрама штаттарда адамгершілік болу керек. Дұрыс қой. Бірақ біз өзіміз ата бабаларымыз ұмытпау керек. Ұлттық құндылықтарды. Құндылық болу керек, ұлттық. Немесе там мемлекеттік, осы орыстар бар ғой, біз орыстар емес, біз қазақтармыз дейді. Бүкіл енді Тоқаев, президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың айтқан сөз дұрыс деп ойлаймын. Өйткені қазақ деген ол ұлт емес, ол мемлекеттің тұратын азамат қазақ. Бөлмеу керекпіз. Өйткені осы жердегі орыстар, ол Россия орыстардан өзгеше. Ол қазақ қой, нағыз қазақ. Ондай нәрсені енді мен бір жағын түсініп отырмын. Ондай қазақтар неге жаңағы орыстарға деген басқаша көзқарас? Ол жаңағы қалып қойған травма дейсіңдер ғой, сол травма ғой. Ол травма, иә. Сол травманы олар қазір мына жаққа налаживать етеді. Бірақ мен осыны айтайын. Российская империя дейді, Ресей империя бізді бір кезде дипломатиямен жаулап алған. Соғыспен емес. Соғыс кішкентай болған. Дипломатиямен. Соғыс болған ғой. Болды, бірақ ол соншама соғыс емес, а жерде восстание болды. Восстание қарсы шығып, бірақ алдын ала ол хитростью, дипломатиямен келіп, сатып алып өзіміз бердік қой, дұрыс па? Енді сосын қарсы шығамыз, ол түсінбедік. Өзіміздің кінәміз дейсің ғой. Өзіміздің кінәміз, бірақ оның алдында бір қазақ хандық осы жош ұлыс жучидің кезінде Ресей біз осы орданың қазақтың, как сказать, қазақтардың вассалы болып жүрген ғой тоже. Дүние кезек дейсің ғой, бірде былай. Дүние кезек, бірде былай болды, бірде осылай болды. Олар да өзінше болып аушуланып, сосын травма оларда да болған, енді бізде болды. Карма дейді ғой. Кейде анау империализм, анау деп орыстарды кінәлап жатады, қарап отырсаң, қазақтарда да байқалып кетеді, сондай империализмнің бір нелері. Өз кезде бізді олар жаулап алдық. Болды ғой, болды. Өйткені қазір орыс негізі орыстарды біз түріктерден бөлек қарыстыруға болмайды. Өйткені біз баяғы заманнан олармен уже араласып кеттік қой, баяғы заманнан бастап. Өйткені ол негізі біздің
туысқанымыз ғой негізі. Негізі орыстардың өздері орыспыз деп Ағылшын атап кеткен, әйтпесе түрік елдердің қаншамасы сол орыс болып жүр ғой, түрік ұлттары. Иә. Татарлардың бәрі көбі орыспыз дейді, кейбіреу өздері татар екенін ұмытып кеткендері бар. Иә. Башқұрты бар, неше түрлі. Бүкіл сібір халықтары солай орыс болып кеткен. Дұрыс. Одан гөрі там Московская империя, Московская империя қуып кеттім. Көбір аристократия бар ғой. Ресей империяның аристократиясы көбісі түріктер ғой. Негізі бүкіл түріктер олар просто өзіне идеология құрған ғой. Біз Рюрик деген бірдемені жаңадан бір династия деп ойлап өтірік шығарған ғой олар негізі. Өйткені ол политика ғой, не істейсің. Киномыз жайында қалды ғой. Басқа тарихқа кетіп қалыппыз ғой. Иә, онсыз болмайды. Иә, онсыз бәрі бір-бірімен сабақтасып жатыр ғой бүкіл. Иә, онсыз болмайды. Адамдардың жаңағы бір-біріне реніші, анасы-мынасын қайдан келді, жаңағы буынның несінен келді, ол буын қайда, әке-шешеміз қалай алды, ата бабаларымыз барып сол жаңағы политический нәрсеге барып. Бірақ одан да оның да жақсы нәрсесі бар. Өйткені жақсы кезі бар. Бірақ қараңыз, өз кезде Ресей кішкентай болған ғой, жаулап алған кезде оларды өз кезде басқа Европалық халықтары жаулап, ана жерде набеги, сосын, короче, зиянгерлер келтіріп, оларды құлға алған ғой. Слейв деген славян ғой, слейв, судан шықты, слейв деген, славянин деген. Сол біздің ата-бабалар оларды қорғаған аналардан. Сосын солай олар дамып келді. Дамытып кетті ғой солай. Өзіміз қорғап, өзіміз көтеріп, өзіміз таяқ жеп қалдық дейсің ғой. Иә. Сосын таяқ жеп, совет үкімет келгенде олар бізге келіп бізді көтерді. Бұл осы халық, қалаларды кім салған? Совет үкіметі. Иә, біз де салдық қой негізі. Бірақ оны берген кім бізге? Совет үкіметі. Совет үкіметі деп ойлайсың ба? Сонда оны салған, мысалы қазір кейде. Біз де салдық ол, әрине, бірақ оған қол жетімді болған негізі. Мысалы мынандай ғой, менің ойымша, бір жерде бір байлық бар. Мысалы бізде бір қазба байлық тапса, соны кезінде де келген Американ, Англияның компаниялар келіп, қазып, сол жерде жұмыс орнын ашып, мысалы қазір Қытайлар келіп жатыр, сол жергілікті халықты жұмысқа алады, содан кейін соның төңірегінде қала салынады, сөйтіп дамиды жаңағы технологический прогресс сол жерде. Сонда енді ол совет үкіметі өзінің пайдасын ойлап жасады ғой жаңағы нәрсені. Бір жағынан жердің қанша байлықты нету үшін. Ол не от хороший, не... байлық берді, құрды, пайда тапты. Бірақ бізге білім берді. Байлық берді, білім берді. Білім, қалай деп айтсам, мысалы совет үкіметіне дейін, ана Қаныш Сәтбаевтың кітабын оқысан, совет үкіметіне дейін де соны зерттеп, сол байлықтарды жасап жүрген қазақтар болған екен. Шетелдіктермен. Бірге бірлесіп шетелдіктермен. Ағылшындар келіп салып жатқан нәрсені қолданған совет үкіметі келіп уже басқа. Мына жақта қырып жіберіп, насильно жасаймыз деген индустриализация ғой енді совет үкіметінде. Иә, индустриализация олсыз болмаушы еді негізі. Бірақ мына жергілікті тұрғылықты халыққа қатты не болып кеткен ғой. Жаңағы отырық шығып, малын тартып алғаннан кейін, міне завод саламыз, сендер осында жұмыс істе деп. Сондай болғаннан кейін ол ондайды істеп көрмеген халық тентіреп кетеді. Өйткені енді ашаршылық содан басталды ғой, индустриализациядан. Қалай енді малын тартып алды, бүкіл малын жаңағы технология әкелу үшін Америкаға етпен төлейді. Ол етті біздің малдардан қазақтың малын тартып алады. Қазақтың емес бәрінің. Содан кейін келіп, сол ақшаға ана жақтан келген, одан кейін уже қалған қазақтарды уже жұмыс қалады. Ана малын тартып алған қазақтың бәрі қырылып қалады ғой. Жаңа Қаныш Сәтбаевтың нені жаңа бір рудан не деп айтады қазақша? Жерді қазып, зерттеу жүргізіп жатқан кезде ашаршылық басталады, оған хат келеді жаңағы. Туысқан қарындасын ба, балалар, ағайын балалар, аш осылай келіп кет деп. Ауылға барса, уже адамдардың бәрі өліп жатыр. Жаңағы 5-6 баланы жинап алады.
сонда жұмыс істеп жүрген адамдар мына Қаныш Сәтбаев, олар жаңағы нан үшін сөйтіп тамағын күн көріп жатады заводта. Ал енді заводқа кіре алмаған адамдар жаңағыдай производствоға, онда қырылып жатады. Келе жатып жолдан жаңағы қарындасының үйіне кіреді. Оны оқып едім. Қарындасының үйіне кірген кезде өзі кіре алмайды, қасындағы шопырт жібереді, көріп шықшы сен деп. Кірсе уже бәрі өліп қалған, и бір бала тірі жатады. Жиені ғой енді өзінің. Соны ана шопыр айтады, мынау да өледі, алмаймыз деп. Ал дейді енді. Тірі ғой, аламыз, барғанша көреміз деп. Сөйтіп 9 баланы жинап алып келеді. Сол 9 бала енді біреуі жаңағы алтын адамды ашқан адам екен, жаңағы ана жиені. Оның бәрі профессор, сондай оқымысты болып кетеді жаңағы Қаныш Сәтбаев. Енді Қаныш Сәтбаев бүкіл қазақ даласында біреу-ақ қой, ондай адамдар бір-екеу ғана болғаннан кейін мүмкіндігінше бәрін құтқарып қала алмайды, бірақ мүмкіндігінше жаңағы құтқарған адамдарды. Бірақ енді қаншама адам қырылып қалды. Шыны керек, аштықтан қырылып қалды. Енді былай қарасаң дұрыс емес нәрсе сияқты. Біреу мына жақта не жасап жатады, қазба байлықты өңдеп, сондай завод жұмыс істеп жатады, бір қазақтар жанталасып. Қалған қазақ далада қырылып жатады. Соны дұрыстап ұйымдастырса, Совет үкіметі келді енді дұрыстап ұйымдастырса, жаңа аш қалдырмай, бүкіл малын тартып алмай, бәріне ақырындап грамотно жасаса, бұндай болмаушы еді ғой. Негізі айтқанда ол революционер өте грамотный адам болған жоқ қой, шын айтсанда. Иә, большевиктер енді өзі ылғи қарадан шыққан адамдар жиналып алды да, өздері түк білмеген деп. Сондай болды ғой. Не істейсің енді. Бірақ сол нәрсе қалып қойды. Анау кейде мен ыза болатын нәрсем, кейбіреулер айтады, мен орыстар айтса ыза болмаймын, өзіміздің қазақтар айтады да, орыстар болмаса біздің күніміз қараң болушы еді деген сияқты нәрсені келтіреді. Ол да дұрыс емес, бірақ абайдан ол кезде Совет үкіметі идеология солай болды. Абай айтпаған болса да, Абай өстіп айтқан деп жазып қою мүмкін. Өзі ана Абай жолының өзі неше рет переписанный нәрсе. И содан өтірік ақпаратқа тойып алғанда Совет үкіметінің кезіндегі. Ал негізгі түп нұсқасын қалай болғанын енді мен де білмеймін, ешкім білмейді, бірақ архивтерден тауып жазып жатыр ғой. Қазір қараса, тура орыс бізге сол Совет үкіметі келмесе біз қараң қаламыз деген нәрсе дұрыс емес та. Солар бізге бәрін жасап берді. Бірақ басқа біреу келуші еді. Кім ол келуші еді? Мысалы бізде анау Алаш ордашыларды айтады, кезінде Совет үкіметінің кезінде японский шпион болды деп репрессияға жіберген деп. Соған сенбейсің ғой, вымышленный нәрсе деп ойлайсың ол кезде. Мыналар енді Совет үкіметі әдейі өтірік нәрсе жала жауып, мыналарды атып тастады деп ойлайсың. Шындығында ондай контакт болыпты. Басқа мемлекеттермен де, дамыған мемлекеттермен біздің Алаш ордашылардың осылай мемлекет құрайық, сендер енді бізді қолдандар деген келіссөз жүргізген екен. Европадағы елдермен де. Соны Совет үкіметі біліп қойып, жаңағыдай. Ондай жағдай негізі болған. Сонда қарап отырсаң, басқа біреу келуші еді деп қорқудың мүмкін басқаша болушы еді. Германия, Франция болса, мысалы, Япония болса, мысалы, басқаша. Шын айтсанда, Совет үкіметі негізі ең пайдалы болды бізге. Анау Жапон келсе, немесе Европадағы бір буржуазия келсе, басқаша болушы еді. Африкаға қараңызшы. Африка болушы еді. Таза эксплуатацияның елі болушы еді. Иә. Таза Африка екі. Бірақ Африка қазір дамып жатыр, иә. Өйткені заман өзгерді. Ол плюс неден дейсің? Өйткені жаңағы Совет үкіметінің басында отырғандар жаңағы қарадан шыққан большевиктер ғой. Өздері неграмотный болды да, сол бізге плюс болып кетті да. Ол жақтағы басшылар неграмотный болып қалғаны біздің қазақтарға плюс болып кетті. Өйткені жаңағы тағы да келем ана Қаныш Сәтбаевтың нелер барып сол жаққа таң қалдырып, жаңағы геологический карта сызған кезде бүкіл бәрі таң қалған ғой. Өзі Ленин Бөкейханға карт-бланш берді ғой. Ой, осындай адам. Так вот. Сонда сол саған қолдаймын дейді. Дұрыс, онымен де келісуге болады екен. Міне, ойдың жан-жақты деген осы Совет үкіметінің болғанда бізге плюс болды. Ал енді әккі саясаткерлер, опытныйлар болып, Европаның жаңағы басқаныкі болса, олар бізді басқаша
құртып жіберуші еді. иә, сонымен бір білесіз, осы Карл Маркс давайте мы будем игнорировать слона в посудной лавке деп, Карл Маркс енді осы неліктен осы оның идеологиясы болған. Өйткені ол айтқан өз кезде осы рыночная капитализация, орысша айтайын, өйткені терминология в основном на русском, поэтому мы больше говорим на русском из-за терминологии, к сожалению. Қазақша ондай терминдер өкінішке орай жоқ. Вот идеология и мысль, основное понятие там идеи Карла Маркса в том, что он выявил понятие капитализма, рыночного капитализма, и что влечет за собой еще до возникновения, еще он это все делал, когда это была там монархия, феодальная монархия, условно там империализм, все делают то, что говорит там император, например, этот император Пруссии Бисмарк, солай. Потому что Карл Маркс, он же вроде немец или австриец, я уже честно не помню. И что он сказал? Он говорит о развитии монархия, феодализм, дальше с феодализма идет рыночная экономика, потому что после рыночной экономики идет глобализация, а после окончания глобализации идет социализм. Но в России это был феномен в свою эпоху, когда от феодализма он сразу перешел к социализму. Это было, как сказать, демо-версия истинного, правильного социализма. Социализм на самом деле должен строиться на других понятиях, он должен строиться не на феодализме, а на рыночной экономике. Рыночная экономика, она имеет свой предел. Свой предел в том плане, что человек получает зарплату за труд. Чем больше он трудится, тем больше он получает. И поэтому рыночная экономика работает. Но рыночная экономика еще развивает технологии. Чем больше ты развиваешь технологии, тем меньше человек трудится. Тем самым он получает меньше. Но вся эта экономика все равно работает, и он получает, и эта вся система работает. Но получает он буквально меньше денег. И труд у него уменьшается, и он превращается в более интеллектуальный труд, меньше, чем и больше, чем физически. И в конце капитализма все будут работать только роботы. Это он в свое время еще это написал. Кезінде жазып кеткен нәрсе про роботы, как про автоматизацию, и что человек не будет трудиться, и только тогда может состояться правильный социализм. Потому что работать будут роботы, человек может творить свои идеи умственные, не физические. Физически, да, он может ходить там, но физическим трудом работать, там, бить кувалдой железную дорогу ему не надо будет. Потому что это будут делать роботы. Или строить, там, сварить, это все. Сейчас это происходит глобально. После глобализации уже пошла эта история. Даже искусственный интеллект, все, это автоматизация человеческих физической работы. Содан адамдарға мына қоғамға пайдасы бар ма, мысалы, басқа жағынан қоғам бір пайдасын біздің сіз совет үкіметіне тұрдыңыз ба? Жартысында. Пайдасын көрдіңіз ба? Пайдасы болды ғой. Қандай пайда болды? Адамдар ол кезде көп ойланбады. Выживание деген жоқ, әйтеуір бір жұмысқа кіріп алса, өлмейтін күнкөріс спокойно тапқан сияқты ол кезде. Иә. Конкретика есть. То есть сен білесің, сен осыған барасың, осылай жұмыс істейсің, саған пәтер береді. Бәрін жасап берді, болды. Сен только жұмысын істе, тыныш жүр, болды. Пәтер бар, тамақ бар. Қазір так баланы өсір, отбасы құр деген, көлік саған береміз, бәрін осы цивилизационный блага бүкілсін аласың. Соны көресің. Мен қазір айтып отырғам, мынандай проблема шықпай ма? Қаншама адамды қайда жібереді, бәрін робот ауыстырып тастаса, мына жерде бүкіл қазір 8 миллиард па қанша адам? 8 миллиард адам. Соның бәрі оқыған, бәрі творчествомен айналыса алмайды ғой. Оның бір 80% қайда барады? Соған қарағанда
перенаселенность деген әңгіме шығып кетпей ма жердің? Негізі жоқ, түсінбедіңіз. Қараңыз, бүкіл адам өзі, осы Құдай бар ғой, осы әр адамды Құдай бір мәселені шешуге береді осы өмірге. Сол, как говорится, предназначение орысша айтқанда. Әр адамның. Так вот, қайттым. Қазақша қалай предназначение? Бар ма, жоқ па ондай қазақша? Бар ғой, бар. Енді әр адам бір істі істеуге бағдарламасы дейсің ба, не дейсің енді? Жоқ. Орысша айтақ предназначение. Сол бүкіл адам өзі неге жаратылған соны істесе, ол осы біздің человечество дейік па, бүкіл адамзат, адамшыл. Адамзат, бүкіл адамзат дамытады ғой. Бүкіл соғыс болмайды, өйткені бүкілісі, как сказать, там не будет вражды. Не будет вражды, будет все тихо, мирно. Места всем на земле хватает. Это все это нагнетание, это политика. Политика разных людей, которые имеют свои интересы. Вот Палестина, Израиль, там есть люди, которые просто хотят больше. Просто они ненасытные. Содан кейін жетпей жатыр ғой. Мысалы, қазір сондай дамыған бәрі. Бірақ неге әлі кедей тұрып жатқан, су таба алмай жатқан, мысалы, Африкада әр жерлерде бар ғой адамдар. Бар, бірақ Африкада негізі ол, как сказать, это өтірік негізі, Африкада су жоқ деген. Жоқ, енді мысалы, кейбір кезде да, бізде де, мысалы, кейбір жерлерде бір күнін көре алмай жүрген адамдар көп қой. Элементарно тамағын тауып жей алмай, аштықта жүрген адамдар бар, мысалы. Енді жаңағы технология бәрі дамып, егер бәрін роботтар істеп, бүкіл адамдар жаңағыдай жақсы өмір сүреді деген бір не сияқты? Қалай айтсам? Утопия дей ма? Сондай сияқты ма, маған сол. Өйткені анандай жадынысы көп жоғарыдағы адамдар, ол бәрібір эксплуатация жасап. Сол капитализм аяғында, социализм кезінде басқан дұрыс переход болса. Онда сондай жадность деген болмайды. Не үшін ол керек саған? Анау алып пайдасы болмайды. Ол уже ауру болып кеткен ғой. Мысалы, алысқа бармай өзіміздің мемлекеттегі жаңағы 162 адам бар дейді, мысалы, ең бүкіл байлықты ұстап отырған. Анау графигін көрдің бе? Әлемде қанша проценті бай адамдар. Бәріне жететін байлықты бір определенный аз адамдарды ұстап отырады. Мысалы, олар ойланбай ма, мынау маған не керек? Өлсем де уже қажеті жоқ қой деп. Олардың қалай айтсам, мен негізі осылай ойлаймын, орысша айтады ғой. Любая власть от Бога дейді. Даже их власть. Они нужны для чего-то. Они нужны для чего-то. Для чего-то, что мы не понимаем. Енді мүмкін жаңағы Совет үкіметін айттың ғой бүйтіп. Не по логике Советский Союз болып кетті деп енді. Феномен сияқты. Феномен, негізі Может, сол дұрыс емес шығар сөйтіп. Революция болған дұрыс емес шығар. Эволюцион ақырын даму үшін осының бәрі керек шығар, осының бәрінен өту керек шығар деп ойлайсың ғой. Қайтадан осы Совет үкіметі ол рыночный экономиканы көрмей, социализм болып кетті. Ол дұрыс емес негізі. Бірақ пайдасын көрдік. КНР екі жағының пайдасын көріп жатыр ғой. Социализм де рыночный экономиканың капитализмнің пайдасын көріп жүр. Көрдік, қарадық. Енді өмірдегі екінші бір мемлекет болып тұр ғой, экономикалық. Бірақ өзінде қателіктер бар. Әр жүйенің өз несі болды, закаты болды, құлдырау. Құлдырау болды, құлдырып жатыр, бірақ Америкада құлдырып жатыр негізі. Бірақ каждый мемлекеттің билікте басындағылар бәрібір жоғары жақтан бір келісім болады. Жаңағы Америка дейміз бе, Европа дейміз бе, мықты елдер бір келісімі болады да, мына билік
жайдан жай отырмайды. Иә, болады, әрине. Ана жоғары билікке дұрыс емес болса сразу алып тастап орнына басқа қоя сала алады. Сонда мына бір-бірімен соғыс, мемлекетпіз деген жай адамдарға айтылған әңгіме сияқты негізі бір точкадан басқарылатын сияқты. Бір ма, екі-үш нәрсе бар шығар, бәрі келісіп. Бір жерден. Бір жерден. Құдай басқарады оны. Біз оны білмейміз, бүкіл толық структураны білмейміз, бірақ Құдай басқарады. Біз осы жаңа заманда біз қалай істеу керек? Не істеу керек біз? Адам қандай болу керек? Сондай сұраққа жауап беру керек. Сол сұрақтарды көбірек жастарға қойып, жастарға бағыт бағдар беріп, бұрынғы қалып қойған методика бар ғой оқудың, соны өзгертіп, заманауи әдістерді ойлану дедің ғой жаңағы, соларды үйретсе жастарға. Өйткені біздің жастардың қабілеті бар, көбіне қарағанда бізде өте қабілетті жастар. Сол кезде жаңа айтып отырмын ғой, бұрынғы буыннан келе шыққан біздің, мысалы мен 3-ші поколением ба, жаңағы зұлмат замандарды көрген аталарымыздан кейін әке-шешелеріміз, одан кейін менің балаларым, содан арғай. Сол кезде жаңағы нәрсе де ұмытылады да, уже біздің балаларымызда ондай нәрсе жоқ, агрессия дей ма, не дейді бұрынғы қалған травмалар жоқ уже. Ой, Ресей империя, Советский Союз деп. Уақыт өте келіп кетіп жатқан сияқты жазылып жатыр да олар бір дерттен. Мен осы туған кезде егемен Қазақстанда мен туылдым, өмір сүріп жатырмын. Анау сияқты колония, Российская империя дегенде, ой, түсінбеймін оны. Ол болған, тарихта болған зат, болды, қазір ондай емес. Содан жаңағы буындар енді жаңарып, солар қабілетті дейміз. Және бір нәрсесі, адам бірінші өзінен бастау керек деп, былай банальный сөз ғой, бірақ шындығында да өзінен бастау керек. Философия буддизма, смотри сначала на себя. Өзі дұрыс боп, өзінің пейілі дұрыс боп, маңайына ешқандай зияны тимей сөйтіп өзін өзі басқарса, ол екінші орында отбасында дұрыстай алады. Сөйтіп отбасын дұрыстап алса, сонда қоғамда өзгереді деп ойлаймын да. Әйтпесе біз көбіміз қазір анау болашаққа бүкіл нәрсені тез өзгертеміз деп, бүкіл қоғамды өзгертеміз деп ойлана береміз. Адам бірінші өзін өзгертуді ойлау керек сияқты ең бірінші. Сонда жаңағы отбасында да ешқандай проблема болмайды. Сөйтіп жаңағы отбасы бір ячейка дейді ғой енді, бүкіл қоғамның. Сөйтіп өзгеріс содан болатын сияқты. Нам просто надо довериться. Осы жаңа заманға, жаңа адамдарда, өз бала шағаларымызға сену керек. Мақұлықтар емес, ойлары бар, қабілеті бар. Соншама трагедияда құрмайық енді. Соларға сеніп, көмектесіп, ақыл оймен солай жүру керек. Болды, өздері істейді. Өз істейтін істерді істейді. Бәрі болады, бәрі әлі алдыда, біз дамимыз, дамып келе жатырмыз. Орта Азиядан ішінде ең дамыған мемлекетпіз, ол рас. Коррупция бар, андай бар, қателіктеріміз де бар, көп. Олсыз болмайды. Енді адамдармыз ғой. Салыстырмалы түрде бәрі жақсы бізде. Салыстырмалы түрде біз ойбай там кереметпіз. Бірақ қателіктеріміз бар, оны түсіну керек. Финансовая грамотность деген андай оқу керек. Біз қазақтар кредит алып солай жүреді. Қателіктер, көрдік біз оны. Мен де көрдім. Сол, бірақ не істейміз? Қалай істейміз? Қалай дамытамыз деп. Осы жаңа балдарым, сіздің балдарыңыз, өзімді ол жайлы ойлап жүрміз. Мы хотим жить в хорошем мире, хотим построить хороший мир. Жаңа Қазақстанды өзіміз құрғымыз келіп тұр. Бізге ол қажет негізі. Өйткені өзіміздің балдарымыз болады. Олар да бір осы бізден жақсы өмірде сүрсін деп тырысамыз ғой.
соларға сену керек, уайымдамау керек. бәрі жақсы болады дейді. жақсы. Иә. Абай ата айтқандай, оқыңдар, бәрі болады дейді. Қысқаша айтқанда. Біздің қоғам, біздің буын деп айтайын. Иә. Мына 90-шы жылдары келіп енді жақсы боламыз деп, 2020-да жақсы болады, 2030-да жақсы болады деп разочарованный дейміз ғой. Сондай адамдармыз ғой біз. Одан кейін енді біздің жаңа сен айтпақшы, балаларымыз жақсы жерде өмір сүрсін деп жанталасып, шулап, өстіп Сүріп жатырмыз ғой. Негізі сіздер қарасыңдар, точка зрения дейді ғой. Үйреніп қалыңыздар осы. Вы привыкли смотреть на все плохое. И не замечайте хорошего. А негізі жақсы көп қой. Жақсы Қазақстанда өте көп. Бізге просто вот смотрите, есть, я вот смотрю людей, кто прям переезжает там в другие страны, и они замечают такую важную мысль. До них доходит спустя 5-10 лет проживания в каком-то там США, например. Там тоже не все идеально. Там такие же проблемы, даже хуже. Там хуже, там коррупция еще страшнее. Просто это у них коррупция, она на высших эшелонах власти, только там. И там бешеная коррупция. Они, как вам сказать, держат. Там свободы слова на самом деле нет. Там их жестко дрючат. Просто этого не показывают. Да, они могут протестовать. Былай еркіндік беріп қойған, бірақ басқа жағынан, финансовый жағынан кішкене не бар шығар, шектеулер. Салыстырмалы тұрды енді. Там он зарабатывает там $1000, там 5-6 тысяч долларов. И ему не хватает. Енді ол үйтіп қарасаң, әр жердің әртүрлі жағдайы бар. Да. Он даже он просто берет себе покушать, работает, чтобы работать и кушать. Работает, чтобы поддерживать себя в состоянии работать. А у нас тут, откровенно говоря, ситуация получше на самом деле. Да, мы меньше зарабатываем, но мы больше и получим. Мы имеем... у нас и жизнь не такая дорогая. У нас есть возможности такие-то. В сравнении все познается в сравнении. Да, это все хорошо. А еще есть моменты, к которым мы привыкли, к менталитету нашему. У нас тоже здесь безопасно, у нас здесь все хорошо, друг другу помогает. На Западе такого нет. Мен енді анау Кореяға барып көріп келдім да, ол жақта қара жұмысшылар ең төменде. Біздегі сияқты на выживание жұмыс істемейді. Оларда жарты ақшасы уже қалып отырады да өздеріне. Үйін алып, машинасын алып, сөйтсе де условиясы бар. Ең қара жұмысшылардың да условиясы бар да. Өйткені зарплаттары жетіп отырады, артылып қалып отырады. Сөйтіп ойлайсың да, бірақ мынандай нәрсе бар. Чеболь деген бар. Жоқ, енді мысалы мынандай нәрсе бар. Еркіндік кішкене жоқ сияқты бізге қарағанда. Бізде енді тоқ етерін айтайын, мен сол Кореядан келген кезде ойладым, Қазақстанда бұлай өмір сүру керек екен. Ештеңкеге қарамай бір шетелге келдім, мен өзім жұмыс істейін деп, басқаның бәрін ұмытып кетіп, шетелде жүрген сияқты барып жұмыс істесең, ана билік не істеп жатыр, анау проблема, мынау проблема дегенді алып тастау керек та. Солайынан жұмыс істесең, істеуге болады екен, бізде еркіндік бар екен ол жағынан. Иә, ол рас. Бірақ енді бәрі бизнеспен айналысып, кәсіпкерлік болып кете алмайды ғой. Болмайды. Бізде де ана қара жұмысшылар бар ғой, олар күндерін әрең көріп жүр да. Сол жағынан ана жақта жақсы да, қара жұмысшылар жалақысы жетіп артылады өздеріне. Мына жақта соны көресің де, енді өзің былай кәсіп істеп, елдің бәрі кәсіп істеп, ондай болып кетпейді ғой. Мысалы заправкада тұрады, неше түрлі адамдар, әр түрлі қызметтер бар. Солардың жалақылары жету керек қой өмір сүрулеріне. Сол жағын ойлайсың. Ол жағы, бізде де есть жақсы кездері бар, жаман кездері бар, ол рас. Ол бізде қателіктер бар, ол қателік. Өйткені неліктен? Өйткені работодатель платит своему работнику копейки. Потому что рынок
порой не позволяет. Жадность нередко. Ну, по большей части просто он не может платить больше. Потому что там дело даже не в налогах, дело в том, что вот объем рынка просто у нас маленький. Өйткені өндірістің бәрі Қытайда арзанға шығып жатыр. Бізде Өте арзан. Қазақстанда өндірістің өзі қымбат. Өте қымбат, иә. Содан кейін жаңағы Сосын қытайлықтар ол технологияның арқасы ма бір жағынан. иә. Қытайдың технологиясы мықты. Содан олар арзан, себестоимость арзан товар шығарады. Жоқ, ол юанға қатысты ғой. Өйткені мемлекет юанды төмендетеді. Өйткені сол вот қытайлықтардың товарлар өте арзан болып тұрсын деп арзан сатып, солай рынокты жаулап алады. Европа рынок, Азияның рынок, мемлекеттің ғаламшардың бүкіл рыноктан жаулап алған қытайлықтар солай. Сол негізі оның алдында Қытайдың алдында жапондар солай өмірді жаулап алған. Өзі иені төмен болды ғой, долларға қарағанда. Сол арзан болды. Сол кезде фабрика мира Япония болған. Солай вот, бірақ качествосы жақсы болған. Солай болды. Сосын иені көтеріліп кетті ғой бір кезде. Сосын Жапония потерянное десятилетие деп трагедия болды, экономический кризис. Оларда бір понятие бар, фирма зомби дейді. Білесіз, вот мемлекет сол зомби фирмаларға ақша төлейді, пособие. Өйткені сол фирмада адамдар жұмыс істейді. Ол адамдар ақша алады, айлықтарды алады. Ол айлықсыз олар далада қалады, просто ештеңе істемейді. Жай асырап отыр. Иә, далада қалып қойды. Ол баланы асырайтын бүкілсін. Сосын мемлекет осы потерянное десятилетие деп, так сказать, госпомощь шығарып атқан. Мысалы, Ресейде Газпром емес, Газпром да, ол да, бірақ АвтоВАЗ. Естіңіз ба? Иә. Қазір мем ғой, АвтоВАЗ. Можем, но зачем деген. Сол өйткені государственные дотации, им незачем рынку работать на рынок, а не работать на государство. Потому что там люди работают, им надо платить зарплату. И какой-то маломальский товар вывозить, выпускать даже, неважно какой. Сондай ғой жағдай. Экономика бәрі маңызды. Біздің өмірімізге, біздің қарым-қатынасқа, осы отбасы құруға осындай жағдайлар әсер етеді, өте әсер етеді. Сол сіз кішкене осы жастарға қандай ой пікіріңіз айтқың келеді, соны айтып жүрсіз. Жастарға енді қазір өзі ой пікір айтуға да қорқасың. Жастардың өзі қазір білімді бізден қарағанда. Айтып отырмын ғой, біз неде қалған, қазақша айтқанда өл арада қалған деп айтады, бірақ қандай уақыт дейді, время перемен дейді ғой, сондай уақыттың адамдарымыз ғой. Не анда емес, не мында емес, түсініксіз. Бірақ мен мына жастарды қарап риза болам, өстіп көбіне білімді сияқты. Білімді сияқты, ең маңызды сияқты. Жоқ, енді сөйлегендері, мысалы, әңгіме ой өрістері бар, бірақ біздің білім жүйесінің берген білімі оларға жеткіліксіздеу сияқты да. Иә, эрудиция, они просто эрудированные. Иә, эрудированный, бірақ знания кішкене аз берген еді, иә? Не то, что знания. Енді не? Понятия, логики мало. Они, я как сам понимаю, не хватает опыта. Опыт жетіспейді. Оны сіз ғана бере аласыз, осы ата-ана. Одан кейін қоғам қазір қатты қарқынды дамып кетті. Риск ауысып жатыр ғой өзі. Иә. Уже артында бір нәрсе айтайын десең, ол олай емес па деп қорқып отырасың, уже біз қалып қойдық артта. Аналар уже басқаша ойланады деп. Иә, ол да рас.
бірақ опыт есть опыт. Жастар енді қазір өзінің ойындағын істеп көріп, өздері қателессе де жауапкершілікті өздеріне алу керек сияқты ғой. Мысалы, өз өмірі үшін әркім өзі жауапты ғой. Иә. Біреудің айтқанын тыңдай бермей, өзінің ойында не бар, соны істеп көріп, содан өзі таяқ жеп, содан сабақ алып, сөйтіп жүру керек сияқты. Бірақ ақылды айту керек. Ақыл болса, олар қателіктерді жойтуға мүмкіндігі бар. Азайту керек қателіктерді. Риски надо сокращать, риски. Ол ақылмен. Тегін ақылды ешкім тыңдағысы келмейді. Тегін емес, бірақ өзі келіп сұрау керек. Иә. Ол рас. Бірақ ваше поколение, так сказать, не особо любит слушать то, что они просят. Как сказать? Көкем бар. Ол көкемге барсам бір түсінбеген, ол керек емес ақылды айтып жүреді. Бірақ керек ақылды сұрасам, ойбай деп кетеді. Өз бетімен кетіп қалады. Нақты сұраған уақыт. Оның ойында керек жоқ ақыл деп, оның ойында басқа нәрселер ғой. Иә, сол мәселе сол ғой. Ол керек ақылды айтпайды. Керек емес ақыл, бақын керек жоқ. Енді не істейсің? Өзі түсінбейді. Мен сол жастармен көп әңгімелесетін, білгім келеді, ойларын өстіп, жаңағы көп айтпаса айтады ғой, ой, қазіргі жастар анау не болып кетті, көшеден, мектептен көреді, әртүрлі ойда да. Ол енді әр буынның айтатын әңгімесі. Жастар бұзылды деп айта береді. Соны түсіну керек, уже түсінетіндей уақыт келді. Қазір ақпарат жеткілікті. Уже сену керек. Жастардың да ойы бар, өздері дамыған екенін мойындап, сондай көзқараспен қарау керек сияқты. Інім бар, қарындасым бар. Басқаша ол. Былай айтасың, ол басқа буын ғой енді. Өзгеше ойлайды. Ойлар басқа. Так, айтатын сөздері басқа да. Бірақ мен тырысам олар түсінуге. Өйткені олар мені түсінмейді ғой. Бірақ мен үлкенмін, олар түсінуге, ол мен парызым. Өйткені менде ойым көп олардан гөрі. Өйткені кішкентай ғой. Өсет сосын түсінеді. Бірақ олардың буындары да керемет, олар түсіну керек, олар да өзгеше, оларға да көмек керек. Бір кезде мен ойлаймын, ол оны түсіну керек дейді. Бірақ оны түсінбейді, ол бала, ол сондай ғой. Мен мысалыма келіп тұр да. Мысал, өзім туралы айтайын. Ұлым менен ақыл сұрамайды. Кейде сұрайды, бірақ ол өзінікін істейді. Мен оны еркіндікке жібергем. Өзіңе не ұнайды, соны істейсің. Өзің көресің деп жаңағыдай. Кейде бір нәрсе айтқың келеді, бірақ ол оны қабылдамайды. Ол өзін уже істеп үйреніп алған. Ой, бұл ескі нәрсе шығар деген сияқты мән бермей, немқұрайлық танытады. Одан кейін көріп, қателескен кезде ғана кеп айтады, сен айтып едің ғой сол кезде сөйту керек еді деп артынан. Солай дамығаны дұрыс қой. Өзі көріп дамығаны дұрыс та. Ол да дұрыс. Мен анау болмайды, мынау болмайды деп айта берсем, ол оны істемейді, онда опыт жоқ. Уже анау бір нәрсе істеуге деген инструмент мида пайда болады ғой, әртүрлі. Соны қабылдамайды да уже. Инструменті азайып қалады бір нәрсені ой қорыту үшін. Бірақ сұрау керек. Ақыл керек па? Я десе айтасыз. Жоқ десе айтпас. Непрошенные советы, пожалуйста, не к нам. Сондай ғой же. Сол айта салам заранее. Былай деп тұрсың, бірақ өзің біл, менің ойым былай. Бірақ решениені өзің. Жоқ, это тоже непрошенный совет. Это я пытаюсь тебе внушить эту мысль. Нет, надо спросить. Егер я десе, керек десе, айтасыз. Сол дұрыс болады. Еще работу над ошибкой тоже надо проводить. Енді көбіне қазір кеш үйленудің себебі бір өзім ойлаймын. Бізде болашақ бағдарламасымен шетелді көріп келді. Европаға барып келді. Сол жақтың да әсері бар ма? Сол жақтың менталитетін көрді. Содан кейін сол бір себеп па деп ойлаймын. Жастар енді қазір интернет бар, бәрін көреді ғой. Ол жақта 30-40-қа дейін жүре беру
қалыпты жағдай болып саналады. иә, қалыптасқан олар солай. Иә. Басында өзі үшін өмір сүріп, өзі бір нәрсеге жетіп, көріп, одан кейін барып семья құру деген. Бір жағынан дұрыс па деп ойлаймын. Бір жағынан иә және жоқ Иә. деп айтуға болады. Өйткені бір жағынан карьеризм дамытып келіп жатыр. Мен осыны істеймін, мен өзім құраймын, мен өзім істеймін, өзім жүремін деп. Ол да рас. Бірақ басқа жағы бар да. Қазір мысалы инстаграмнан көріп, сен маған не бересің, маған мақыр керек, маған пәтер, мен отбасыма пәтер сат, әке шешемге тағы да бір 3 комнаталы үй сатып алып беру керек, мақырға бер дейді. Сондай жағдайлар да бар. Ол масқара ғой, бұл ешкім істемейді. Өтірік па, рас па? Ол жаңағы білмейсің ол жақта. қатты айтылып кете ме, надандықтың белгісі ғой. Запростар да ойбай зор. Құндылығы өзгеріп кеткен. И жаңағы ол желідегі насихаттың әсері ғой. Адамдар солай болу керек деп қабылдап алған. Не үйлендің ме, маған осындай істейсің, осындай істейсің. Ал сен не істейсің десе? Иә. Мен түк істемеймін деген әңгіме ғой. Иә, иә, тура сол мәселе бар. Содан ғой осы жігіттер ерте үйленбейді. Өйткені олар қыздар басына шығып кеткен, шын айтсам да. Сосын олар жүреді, қайдасындар тәттері. Әр нәрсенің екі жағы бар ғой. Өзің айтып отырсың, әр нәрсенің. Зато жігіттерге жақсы. Жаңағыдай ойлайды да, онда мен осындай нәрсе жасайын деп, оларға стимул ғой дополнительный жетістікке жетуге деген. Содан бір стимул деген тырысады ғой өзі. Әлемге осы танымал болған жігіттер сондай ғой, тырысып жүрген, бірдемеге жетістікке жеткен солар ғой. Ол да рас, бірақ қатты басына шығып кеткен ғой қыздар. Енді әр жерде көресің, біздің буынның да кейбір анау қазақта сөз бар ғой, түк көрмеген деп. Кейін кезінде түк істемеген, түк оқымаған, енді сондай болған адам резко жағдайын жасаған кезде бізде енді әртүрлі схемалар бар ғой, сондай жағдай жасауды. Сөйтіп жасап алған кезде олар жаңағыны өз балаларына насихаттап тастайды, өздерін. Түк көрмегенде. Солай. Содан кейін оның балалары солай өседі. Бір кезде бір депутаттың баласымен бір конфликт болған ғой. Оның ойын көрдім сол конфликтте. Өзі кім екенін көрсетті нақты. Осы конфликттік жағдайда өзі нағыз адамның есін көресің. Иә. Сон ойында қалай айтсам деді. Орысша айтайын онда. Айта бер. Нету рамок приличия, нету рамок здравого мысли, нету в принципе каких-то рамок. Мәдениет деген жоқ, культуры нету. И это транслируется родителями. Енді оған вседозволенность беріп қойған ғой. Иә, беріп қойды, сосын бар, сен бәрі істей аласың, біз тұрмыз артында. Бірақ ол бітеді ғой. Бітеді, ол оны түсінбейді ғой. Түсінбейді, сосын түсінеді. Әке-шешенің берген тәрбиесінен ғой, ертең олар жоқ болса, мынау бала қалай өмір сүреді деп ойламайды ғой. Моральный ешқандай несі жоқ болып тұрады. Бірақ көбісі емес, ол рас. Мен как айтсам, золотая молодежь ғой. Алтын анау балалар жақсы бар да, жаман да бар. Бірақ жақсыны көрдім, жаман да көрдім. Бірақ олар не приспособлены ғой. Ойларын тыңдасан, нету, они действительно, у них проблемы, они не умеют думать так, как думаем мы. Причинно-следственные связи у них другие. И просто у них изначально есть капитал, который они могут множить. И на самом деле увеличивать капитал не так-то уж и сложно. Поэтому их это научили, им показали, они это делают, и байып көбейеді. Бай адам тағы да байып кетеді.
иә, бірақ ойы сол деңгейде қалды. Содан адам, кейде адам соған таңғалады. Неге мен ойым зорға асады, бірақ мен кедеймін. Анау неге ойы төмен, бірақ бай. Неліктен деп. Өйткені ол негізі бөлек бір әңгіме. Заңдылық қой, ол солай болады. Заңдылық емес, ол негізі буддизм арқылы айтса, ол карма десе, карма. Ол несі? Саған ой берді, оған ақша берді. Бірақ ой берген жоқ. Сенде ой бар. Ойланып істеп, одан есе байып кетесің. Болады, жасауға болады. Болады. Бірақ оған ашуланға неліктен ашуланасың? Құдайға ашуланасың ба? Түсінбедім. Бір кезде естіген бір адам айтқан. Вот, в Европе есть поколение, которые купили замок, у них есть наследство, огромное наследство, и этот ребенок потом в конце получает наследство. А где мое наследство? Дети, дедушки, прабабушки, где вы были? Где ваше наследство? Почему вы не оставили мне ничего? Сондай бір әңгіме естігем. Бірақ ойласам, анау социализм, 90-шы жылдағы бүкіл жағдайлар болған, дағдарыс болған, экономикалық дағдарыс, революция болған, сол кезде бүкілісі ештеңе қалған жоқ. Қайттан басынан бастап жатырмыз. Қайттан бастап жатырық, иә, ол дұрыс. Сол жастарға біздің буын сеніп үйрену керек, сену керек. Жастар да өз кезегінде ақыл сұрап, немқұрайлы қарамай, жоғарғы буыннан сөйтіп тұру керек. Бұлай болашағы жастардың қолында екенін бәрі айтады ғой. Оған сенім бар, қабілетті біздің қазақтың жастары. Оған дәлел де бар. Сол тек алға. Бірақ фильм жайлы. Фильм қалып қойды ғой, жаңа жақта қалып қойды ғой. Сол фильм немен бітті? Сөйтіп кешігіп қалды. Айтылмай қалған сөздер. Анау фильмнің біткені жаңағы айтылмаған сөздің салмағы ауыр деп айтылатын сөзге ұқсас болып бітті да. Бүкіл нәрсесін өзінің шешесіне айта алмай қалды. Ойында жүрген нәрсесін кеш түсінді, үлгермей қалды. Шешесіне де, жаңағы туыс қарындасына да. Сонымен бітеді. Режиссердің ойы осындай. Айтатын сөз бар болса, қазір айт деген сол. Дер кезінде айтып, ашылып, бәрі бір-бірімен сөйлесіп, шешіп тастау керек деген сияқты ой келді. Сөзбен тыныштықты көресің бе? Кезіндегі обиданы ұстап, сақтап жүруге болмайды іште. Өкпені. Айтып, уақытында айтып үлгеру керек деген.